Сәлеметсіздер ма? Гендерлік лингвистика пәні бойынша кезекті дәріс сабақтарын жалғастыратын боламыз. Бүгін екінші модуль бойынша гендерлік таптаурындардың тілдегі көрінісі дәрісін таныстыратын боламыз. Бұл дәріс бойынша екі мәселе қарастырылады: гендерлік таптаурындар және қазақ тілінің лексика-паремиологиялық жүйесіндегі гендерлік таптаурындар. Гендерлік таптаурындар ұғымын таныстырмастан бұрын алдымен жалпы тіліміздегі таптаурын деген ұғымды есімізге түсіріп, таптаурынға қатысты тіліміздегі ғалымдардың берген анықтамаларын, тұжырымдарын жинақтап топтастырып беруге тырыстық. Сонымен гендер ұжымдық және жеке адамдық сана компоненті ретінде тілде таптаурындар арқылы көрініс табылады. А таптаурындар дегеніміз не? Таптаурындар білім мен бағалаудың ерекше формасы, яғни адамның мінез-құлық әрекетіне негізделген тұжырымдар. Таптаурындар бұл ақпаратты өңдеу мен білім деңгейінің көрсеткіші ретінде түсіндіріледі. Келесі таптаурындарға қатысты берілетін анықтамалардың түрі бұл мәдени дәстүр мен этникалық ерекшеліктерге сәйкес қалыптасқан тұрақты мінез-құлық үлгілері деп беріледі. Және таптаурындар бұл әлеуметтік феномен. Олар әлеуметтік мәдени тетіктермен байланысты. Мінез-құлық қалпы қоғамдық стратификацияға қатысты дейміз. Сонымен таптаурын ассоциацияның сұрыпталып, жадта дағдылы түрде сақталып, санада белгілі бір ақиқат дүниені таныту үшін қолданылатын тұрақты таңбаға ие болған түрі. Яғни білімнің, когницияның көрсеткіші болып саналатын ассоциация жеке адамға тән болса, таптаурын бұл жалпы адамзаттық ұжымдық санаға тән. Таптаурын көбінесе адамның мінез-құлқын, адамға тән ерекшеліктерді танауда қолданылатын білім құралы болса, ассоциация кез келген зат пен құбылысты танытуда қолданылады. Бірақ екеуі де санадағы когнитивтік үлгіні қалыптастыратын құрылымдық мүше болып саналады деген Маслованың пікірінде келтіріп отырмыз. Енді осы таптаурындардан гендерлік таптаурындарды қалай танытып түсіндіре аламыз? Гендерлік таптаурындар бір жағынан ер мен әйелдің таным түсінігі тұрғысынан, ал екінші жағынан ұжымдық қоғамдық сана тұрғысынан қарастыру маңызды. Гендерлік таптаурындар бұл әлеуметтік мәдени тұрғыдан белгіленген ой пікірлер, жыныс өкілдерінің мінез-құлық нормалары, қасиеттері, атрибуттық пікірдің адамзаттық бөлігінің тілдегі көрінісі. Еркектік пен әйелдік ұғымдарын зерттеуде ұжымдық санаға тән тілде қалыптасқан гендерлік таптаурындарды анықтау қажет екендігі анық. Сонымен гендерлік таптаурындар тілдің барлық деңгейінде кездестіреміз. Қазақ тіліндегі гендерлік таптаурындардың басым көпшілігі бұл фразеологизмдер мен мақал-мәтелдерден, жырақты және тұрақты теңеулерден көрініс табады. Енді осылардың әрқайсысына қысқаша тоқталып өтеміз. Алдымен фразеологиялық сипаттағы гендерлік таптаурындар. Бұл қысқа қарата айтылатын гендерлік фразеологизмдер деп жіктеп, оның өзін бірнеше түрге топтастырдық. Оның тұрақты сөз тіркестерінің басым көпшілігі қыздың сұлулығын, жан дүние, сезімге, мінез-құлық әдептілігін дәріптеген болса, мысалдарын өздеріңіз көріп отырсыздар: күлім көз, құралай көз, қалам қас, қиғаш қас, тағы басқа деген. Екінші гендерлік фразеологизмдердің келесі бір тобы қызды бұл бойжеткен, қалыңдық бейнесінде дараландырған, айттырған қыз, қыз жасауы, қыз көші, қыз танысу деген сияқты мысалдармен көрсетеміз. Және үшінші бұл қыз мінезіне тән жат қылықтарды атап, кекесі мәніне жұмсалатын гендерлік фразеологизмдер, еркек шора, қыз теке, тағы басқа мысалдарды атап өтуімізге болады. Фразеологиялық сипаттағы гендерлік таптаурындардың ішінде қызға қарата айтылатын гендерлік фразеологизмдерді жіктеп көрсетіп отырмыз. Бірнеше мысалдар ретінде түсіндірдік, жаңа өздеріңіз атап өткендей. Келесі фразеологизмдердің келесі тобы әйелге қатысты қолданылған тілімізде. Олардың басым бөлігі әйелдің ана болу, дүниеге сәби әкелу рөлмен байланысты болса, екінші топ фразеологизмді әйел адамның ата-енесіне, ауылына келін мағынасындағы бейнесін сипаттаған: босаға аттады, бет ашар, келіншек көші деген сияқты мысалдар осыны дәлелдейді. Келесі әйелдің сөйлеу әрекетінде жиі кездесетін ым-ишарат белгілері, мәселен, бетін шымшыды, ернін шығарды, ернін шүйірінді деген сияқты мысалдарды келтіруге болады.
болады. Бұл жөнінде бұған дейінгі дәрістерімізде Құдайберген Жұбановтың еңбектерінде келтірген мысалдарды да айтып өткен болатынбыз. Ал енді келесі әйелге тән гендерлік фразеологизмдердің келесі бір ерекшелігі бұл етек образымен байланыстырылған. Етегі ашылды, салп етек, тағы басқа фразеологизмді мысал ретінде келтіреміз. Гендерлік фразеологизмдердің үлкен бір тобы бұл ер бейнесін сипаттайтын гендерлік фразеологизмдер, әсіресе ер адамның батыр образын сипаттайды. Мәселен, ер қаруы, бес қару, қапсағай денелі, сайып қыран деген сияқты мысалдар соны дәлелдейді. Жігіт гендерлік бейнесін ерекшелеп көрсететін фразеологизмдердің өзін бөлек топтастырдық. Алпамсадай жігіт, зіңгіттей жігіт, от жігіт, омыртқасы түзу жігіт деген сияқты мысалдар. Ал келесі топ фразеологизмдер бұл әйелдің ері, жұбай, еркек бейнесіндегі фразеологизмдер. Әйел жанды, әйел өлді қамшының сабысында, үйі сынық, шымылдығы желбіреп тұрма деген сияқты мысалдар осыны көрсетеді. Күйеу жігіт, күйеу бала бейнесін сипаттайтын фразеологизмдерде тілімізде жеткілікті. Босағаттар, күшік күйеу, күйеу жігіт, күйеу аттандыра деген сияқты мысалдармен көрсете аламыз. Гендерлік таптаурындардың үлкен бір тобы бұл мақал-мәтелдерде көрініс тапқан. Мақал-мәтелдердегі гендерлік фразеологизмдер басым жағдайда бұл ер адамның гендерлік бейнесін өрнектеген мақал-мәтелдер ретінде алдымен ұсынып отырмыз. Бұл жерде ер ел қорғаушы, ер елдің айнасы, ердің аты ер батыр, ер қаруы, бес қару сияқты топтасқан мақал-мәтелдермен беріліп отыр. Ер адамның сонымен қатар қоғамда алатын орны, мінез қасиеттері, қимыл әрекетін сипаттайтын гендерлік мақал-мәтелдерде тілімізде жетерлік. Оларды біз ер тірегі намыс, ердің сәні білім өнер, ер беделі аға іні арасындағы сыйластық деген топтарға жіктеп беріп отырмыз. Сонымен қатар жігіт бейнесін ерекшелейтін гендерлік мақал-мәтелдер тілімізде бар. Олар жігіт ер жеткен кәмелетке толған ер азамат бейнесін және жігіт сегіз қырлы бір сырлы, яғни өнерлі, талапты, ақылды, білгір бейнесін сипаттаған мақал-мәтелдер. Мақал-мәтелдердің гендерлік мәні бұл аталы балалы әулеттің үй ішіндегі орны бір-бірімен қарым-қатынас арқылы да тереңдей. Сол жерде әке бейнесі, әке үйдің қамқоршысы, асыраушысы және балаға үлгі өнеге тәрбиеші ұстаз ретінде сипатталған. Келесі бұл ата бейнесі. Ата бейнесінде туған ақы, үлкен әке, арғы ата, жет ата, құрмет тұту, сыйлау, атадан үлгі алу, өнеге үйренуді өсиеттейтін мақал-мәтелдер жинақталған. Енді мақал-мәтелдердің тілімізде әйелдің әлеуметтік рөлін, оның өмірдегі отбасындағы орын сипаттайтын түрлері жинақталып көрсетіледі. Соның ішінде халқымыз әйелдің дүниеге сәби әкеліп, бала өсіріп, тәрбиелеудегі рөліне аса мән берген. Бұның өзі ана болған дана болады, бала ананың бауыр еті, тағы басқа көптеген мақал-мәтелдерді мысалға келтіруге болады. Келесі топ мақал-мәтелдер бұл қазақтың байырғы тұрмысында сыртқы істерді ер адам басқарған болса, үй тіршілігін әйел билеген. Осыған сәйкес мақал-мәтелдердің өміршеңдік мазмұны әлі күнге дейін осы дәстүрді сақтап келе жатқандығын төмендегі көрсетілген мақал-мәтелдерден көрулеріңізге болады. Мақал-мәтелдердің үлкен бір тобы бұл қыздың гендерлік образын сипаттайтын. Оның ішінде қыз әке шешенің, елінің еркесі, ауыл көркі, қыз жат жұрттық, қыз қонақ, қыз қалыңдық гендерлік бейнесін сабақтайды және ауылында сыпайылып қалыңдық атанған қыз күйеуінің ауылына келісімен келін болатындығын образын сипаттайтын мақал-мәтелдермен жинақталып көрсетілген. Енді тіліміздің, қазақ тілінің лексика поэмологиялық жүйесіндегі гендерлік таптаурындардың тағы бір жарқын көрінісі бұл тұрақты теңеулер. Тұрақты теңеулердің басым көпшілігі әйел бейнесін сұлулық ұғымымен, ер бейнесін үлкендік, ірілік ұғымымен байланыстыра сипатта дараландырған. Соның ішінде теңеулерге образ болып қолданылған әйел ер бейнелерімен ассоциацияланатын халық ұғымындағы бейнелік негізі, бұлар табиғат құбылыстары, төрт түлік, аңдар мен құстар, өсімдіктер, аспан шырақтары, шаруашылық, тұрмыс, кәсіпке қатысты атаулар. Солардың әрқайсысы жыныс өкілдерінің гендерлік болмысын ажыратып суреттеуде өз ішінен іріктеліп келіп сан түрлі стильдік реңк алған.
Енді осыларды бөліп көрсететін болсақ, осы көрсетілген гендерлік теңеулерді, бұл әйелге қатысты гендерлік теңеулер: жібекте үлбіреп тұрған ақ келіншек, ақ мамықтай қыз, піскен алма секілді тәтті қыз, әйелдің судан тұнық сүтінен ақ көңілі деген сияқты әйелдің сан құбылған сұлулығы мен оның жаңағы әртүрлі сүйкімді бейнесін сүйкімді нәрселермен салыстырып түсіндірген. Келесі ер адамға қатысты гендерлік теңеулерді, бұл ер адамның жігіттік гендерлік тұлғасы, батылдық қасиетін, ерлік пен көрсетілген қимыл әрекетін, табиғат құбылыстарының ішкі динамикасымен астасып түсіндірілген. Теңеулерден мысалға көріп отырсыздар: мұздай болып қату, екпіні қатты дауылдай, асқар белді ерлер, соққан желдеу екпіндеу тәрізді теңеулер ер адамға қатысты гендерлік теңеулердің мысалдары ретінде ұсынылып отыр. Сонымен халық санасында ер мен әйелге қатысты қалыптасқан ұғымдар мен түсініктердің теңеулерге образ ретінде алынған мысалдар: бұл әйелге қатысты қыз, бикеш, қатын, жеңге, ана, әже образымен жасалған теңеулер. Ал екіншісі ер адамға қатысты, бұл бозбала, жігіт, әке, ата, шал образымен жасалған теңеулер деп жинақтап көрсетеміз. Қорытындыда әдеттегідей бекіту сұрақтар мен әдебиеттер тізімін ұсынатын боламыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты таптаурын, гендерлік таптаурын, гендерлік таптаурындардың фразеологиядағы, мақал-мәтелдердегі, теңеулердегі көрінісін сипаттайтын мысалдарға қатысты сұрақтар, мәселелер, тапсырмалар берілген. Әдебиеттер тізімінде өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы таптаурындарға, яғни стереотиптерге қатысты ғылыми зерттеулер, ғалымдардың пікірлері келтірілген еңбектер, және сонымен қатар тіліміздегі сөздіктер әдебиеттер тізіміне ұсынылған. Тыңдағандарыңызға рахмет.